Мына қыз Ленди Парага деген Эквадордың мисс красавицасы. 2022 жылы мисс Эквадордан 5-ші орын алған қыз өзінің елінде өте популярная болған. Постоянно инстаграмына әртүрлі фотолар, қайда жүрсе де, не жесе де сондай нәрселерді енгізіп отырған ғой. Солай 2024 жылы 29 апрельде бір ресторанға тамақтануға барады. Сол жерде мына осьминогты суретке түсіріп инстаграмына енгізеді ғой. Местоположениемен осындай ресторанда күшті тамақ деген сияқты. Ал бұл қызды аңдып жүрген адамдар местоположениесімен жарты сағаттың ішінде келіп, қызды атып, 3 рет атып өлтіріп кетеді. 2 еркектің келіп атып кеткені даже видеоға да түсіп қалған. Бұл қыз содан кейін өліп кетеді. Бұл қыз 23 жасар болған сол кезде бір известный наркодилердің любовницасы болған екен. Ол жігітті теневой наркодилер деп атаған ғой. Ковид кезінде өзінің өлімін инициировать еткен ғой. Типа өліп қалды, ауырып өліп қалды қылып өлген да. Жаңалықтарға солай өлді қылып шығарғанда өзін, бірақ 2022 жылы ұсталған. Солай түрмеде жатқанда ол жігіт крупный пожар болғанда түрмеден, түрмеде де өлді қылған ғой өзін. Өлді ма, өлмеді ма белгісіз қазіргі таңда, өйткені оның денесін таппаған, ДНК-сы анықталмаған өлгендердің ішінде. Пожарда енді қаншама адам өлген ғой. Бірақ өлді қылып жіберген. Енді мына тірліктен кейін, бұл қыз өлгеннен кейін барлық жандегі түрме полициялары да барлығы тексеріліп, сотталатын адамдар сотталып жатыр. Ал мына қызды кім өлтіргенін әлі табылмаған. Наркодилердің әйелі заказ беріп өлтірткізді ма, әлде наркодилердің жаулары өлтірді ма, белгісіз. Екі ортада жап-жас қыз өліп кетті. Маймылдарды үй жануары ретінде асырау өте қауіпті, өйткені ол жабайы аң. Жабайы аң жабайылығын жасайды. Мынау Тревис деген шимпанзе 1995 жылы Сандра деген әйел күйеуімен бірге бұл шимпанзені кішкентай кезінде $50,000 сатып алады. Тревис өте ақылды шимпанзе болады, өзі киіналады, өзі тісін жуалады, бокалмен вино шалады екен, даже машина айдай алатын болған. Компьютердегі фотоларды ашып, папкаларды ашып, фотоларды көріп отыратында болған. Кока-коланың рекламасына да түскен, бір-екі шоуға да түскен екен. Тревис 12 жасқа келгенде агрессивный бола бастайды, сондықтан хозяйкасы Сандра бұған Ксенокс деген дәрі беріп жүреді, яғни успокоительный. 2009 жылы, яғни Тревистің жасы 14 жаста болғанда, Тревис бір күні тыңдамай, хозяйкасын Сандраны тыңдамай, кілтті алып машинаға қарай ұмтылады. Агрессивный, тревожный состояниеда болады. Оны көндіре алмаған Сандра подружкасын шақырады. 55 жастағы подружкасы сразу келе салып, бұл Тревистің үйде Сезам деген мягкий игрушкасы бар екен, соны алып шығып, бұл Тревисті успокоить еткісі келеді. Бірақ бұл Тревис ашу үстінде тұрған, өзінің қуыршағы басқа бір әйелдің қолында болғанын көріп, хотя бұл әйелді жақсы таниды, атакаға шығады. Яғни шимпанзе бұл әйелді талап, бетін бәрін жұлып тастайды. Сандра подружкасын талап жатқанда не істерін білмей, өзінің шимпанзесінен бір-екі рет пышақ сұғып алады. Бірақ 90 килограммдық шимпанзе тоқтамай бұл әйелді жұлқылап жұла береді. Сандра қорыққаннан машинаға барып отырып, полицияға звондайды. Тезірек келіңдер, менің подружкамды өлтіріп қойды, менің шимпанзем деп. Менің қолымнан ешнәрсе келмей жатыр, тезірек келіңдер дейді полицияға. Полиция келгенде шимпанзенің үсті қан, полицияның машинасына қарай барады. Есігі құлтаулы тұрған полиция машинасын, терезесін сындырады. Солай есігін ашып кірейін деп жатқанда, полиция өзін қорғау үшін бұл Тревисті атып өлтіреді. Таланған әйел тірі қалады, бірақ бетін жұлып тастағандықтан операция жасалып,
түрі мынандай болып қалады. Ал хозяйкасы Сандра 1 жылдан кейін қайтыс болып кетеді. Өйткені оның алдын күйеуі рактан қайтыс болған Сандра енді шимпанзесінен айырылады. Сонымен жалғыз қалғандықтан сондай депрессия, стресстен кейін өліп кетеді. 2003 жылы Ким Ди Хан деген Южная Кореяда мына кісі алдан инсульт алған, инсульттан толық жазыла алмаған, сондықтан дәрігерлерді кінәлаған. Оларға угрожать еткен, больницаны өртеп жіберем, сендер мені дұрыс емдемедіңдер деп агрессивный, депрессивный болып қалған. Сонымен 18 февраль 2003 жылы өз-өзін өлтіремін деп шешеді, бірақ жалғыз өлгісі келмейді, басқа да адамдарды алып кеткісі келеді. Сол ойын іске асыру үшін бензин алады қолына канистрмен, қолына қалтасына зажигалка салып метроға түседі. 9:30 шамасында зажигалканы метроның ішінде бір өшіріп, бір жандырып отырады. Метродағы адамдар қой десе де қоймайды. Бір кезде бір станцияға тоқтаған кезде бензинді ашып төкпекші болады. Сол кезде қасындағы адамдар тоқтатпақшы болып бәрі жабылады. Бұны ұстап қалу үшін. Бірақ бензин бәрібір төгіліп кетеді, а бұл зажигалканы жағып үлгереді. Сол кезде ана жер бензинмен бірге қатты өртеніп кетеді. Өрт шыққаннан адамдардың бәрі жан-жаққа қаша бастайды. Машинист та өртті байқаған, есіктерді ашып, адамдардың кетуін сұрайды. Машинистің өзі диспетчерге звондаудың орнына огнетушительный баллонды алып, яғни өрт өшіретін баллонды алып, өзі өшіре бастайды. Бірақ ол бензиннен өртенген нәрсе өшуі өте қиын, сондықтан өрт бүкіл нені алып кетеді. 6 вагондың бәрін алып кетеді. Бұл жағдайдың бәрі 9:30 мен 10 аралығында болып жатқан. 9-дан 57 кеткенде екінші пойыз қарама-қарсы келе жатқан, жанып тұрған көк түтіннің ішіне кіріп, осы пойызға напротив тоқтайды. Тоқтаған кезде есік автоматически ашылады, бірақ машинист жауып үлгереді. Жауып үлгерсе де көк түтін кіріп кетеді, адамдар тұншыға бастайды. Машинист диспетчерге хабарласқан, бірақ диспетчерлерден хабар келем дегенше қаншама адам тұншыға бастайды. Светті автоматически өшіп қалған аварийный ситуация болғандықтан адамдар паника бола бастайды. Машинист аварийный есіктерді ашып, адамдардың қашып шығуын сұрайды. Бірақ 3 есік ашып үлгереді, қалған есіктер ашылмай жатып, машинист паникадан кілтті жұлып алады да өзі қашып кетеді. Сонымен басқа есіктер ашылмай қалып, 140 адам өртеніп кетеді, тірідей. Одан бөлек 2 пойызда плюс 50 адам өлген болып табылады. 2 машинисті тірі қалған, Ким Ди Ханды өртеген кісі ол да тірі қалған, 3-еуі сотталады. Ким Ди Хан өмір бойлыққа сотталған, бірақ 1 жылдан кейін өліп кеткен түрмеде. Ал машинистер 4 жылға сотталған.